Do you speak English? Ты говоришь по-русски? Түркче konuşuyor musun? Егер сенің жауабың yes, да, немесе evet болса, және де сен бұл видеоны қазақша қарап отырсаң, сен әлемдегі қос тілді және көп тілді адамдардың бірі болып табыласың. Оңайырақ саяхаттау немесе субтитрсыз кино көруден бөлек, екі немесе одан да көп тілдерді білу, бір ғана тілді білетін адамдарға қарағанда, мидың басқаша көрінуі мен басқаша жұмыс істеуі мүмкін дегенді білдіреді. Сонымен, тілді білу деген шынымен де не? Тіл білу қабілеті әдетте екі активті бөлікте, яғни сөйлеу мен жазуда, және екі пассивті бөлікте, тыңдау мен оқуда өлшенеді. Екі тілді тең білетіндердің екі тілдегі қабілеттері бірдей болғанымен, әлемдегі қос тілді адамдардың көпшілігі үйренген тілдерін әртүрлі пропорцияларда біледі және қолданады. Адамдардың жағдайы мен әр тілді қалай меңгеретініне байланысты қос тілділерді жалпы үш типке бөлуге болады. Мысалы, Перудан ақш-қа отбасымен көшіп келген 2 жастағы Габриеланы алайық. Қос тілді адам ретінде бұл бірінші тип. Габриела екі тілді бір уақытта тек бір түсініктер жиынтығы арқылы үйреніп бастайды. Ол өзінің айналасындағы әлемді зерттей бастаған кезде ағылшын және испан тілдерін үйренеді. Оның жасөспірім ағасын керісінше координаталы қос тілді адам деп алсақ, ол екі түсініктер жиынтығымен жұмыс істей алады. Яғни мектепте ағылшын тілін үйреніп, үйде және достарымен испанша сөйлеседі. Ал Габриеланың ата-аналары болса, бағынышты қос тілді адамдар типіне жатулары мүмкін. Ол дегеніміз, олар үйреніп жатқан тілдерін ана тілдермен салыстыру арқылы меңгереді. Дыбысталуды немесе акцентті ескермесек, жоғарыда айтылған үш типтегі адамдар тіл меңгеруде толықтай білікті бола алады. Сол үшін типтердің арасындағы айырмашылық сырттан қарағанда бірден байқалмауы мүмкін. Алайда миды бейнелеу технологиясындағы соңғы жетістіктер нейролингологтарға тіл үйренудің белгілі аспектілері қос тілді адамның миына қалай әсер ететінін анықтады. Мидың сол жақ бөлігі логикалық процестерге басымырақ болатыны белгілі болса, оң жақ бөлігі эмоционалды және әлеуметтік процестерде белсенді болады. Тіл функцияларының екі түрінде қамтиды. Латерализация, яғни жанасу процесі болса, адам жаспен есейген сайын біртіндеп дамиды. Бұл екі нәрсе бізді критикалық кезең гипотезасына алып келеді. Бұл теорияға сүйенсек, балалар тілді оңайырақ үйренеді. Өйткені олардың дамып келе жатқан миы тілді игеруде мидың екі бөлігін бірге қолдануға мүмкіндік береді. Ал ересектерде көпшілігінде тіл тек бір жарты шарға, әдетте сол жаққа жанасады. Егер бұл теория дұрыс болса, балалық шақта қосымша тілді үйрену сол тілдің әлеуметтік және эмоционалды контекстте қолданылатын мәнін үйренуге мүмкіндік береді. Және де керісінше, жақында жүргізілген зерттеулерге сүйенсек, екінші тілді ересек жаста үйренген адамдар үйрену барысында мәселелерге тап болғанда бірден эмоционалды тұрғыда пікір қалыптастырмай, рационалды шешім табуға тырысқан. Сен қосымша тілдерді қашан меңгергеніне қарамастан, көп тілді болу миға біршама пайдалы болып табылады. Мысалы, адам миында нейрондар мен синапстардың көбі орналасқан сұр заттың тығыздалуы және қосымша тілді қолданған кезде мидың белгілі бір аймақтарда көбірек белсенділік көрсетуі көп тілді меңгерудің миға оң әсерін айқындайды. Сонымен қатар, қос тілді мидың өмір бойы жоғары деңгейде жұмыс жасауы Альцгеймер мен деменция сияқты аурулардың басталуын 5 жылға дейін шегереді. Жалпы қос тілділіктің негізгі когнитивті пайдасы туралы идея қазір интуитивті болып көріну мүмкін, бірақ бұл теория бұрынғы тіл сарапшыларын таң қалдырған болар еді. 1960 жылдарға дейін қос тілділік баланы тілді ажыратуда тым көп күш жұмсауға мәжбүрлеп, дамуына кедергі болады деп саналған. Соңғы кездегі зерттеулер бойынша кейбір қос тілді студенттердің тіл аралық тесттерде көрсеткен реакциясы ұзақ және қателіктер саны көп екені анықталған. Онымен қоса тілдер арасында ауысу үшін күш жұмсауда және назар аударуда мидың маңдай жақтағы бөлігі белсенді жұмыс жасайтыны да дәлелденген. Мидың бұл бөлігі ми атқаратын басты функцияда, мәселелерді шешуде, тапсырмалар арасында ауысуда және белгілі бір затқа назар аудару кезінде маңызды емес ақпараттарды алып тастауда басты рөл атқарады. Қорыта келгенде, екі тілді білу сені ақылды етпеуі мүмкін, бірақ бұл мидың сау, күрделі және белсенді болуына ықпал етеді. Тіпті егер саған бала кезінде қосымша тілді үйрену сәті түспесе де, оны бүгінде үйреніп, сәлемнен хай, привет немесе мерабаға лингвистикалық тұрғыда секіру ешқашанда кеш емес. Өйткені біздің миымызға кішкентай жаттығудың өзі үлкен септігін тигізе алады.